Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода болмыш өмірінің 16 бөлімін түсіретін боламын. Достар, қазірден бастап лайктарына баспасаңдар, өткен видео өте қызықты және видеоны мен барынша ұзақ қылып түсірдім. Скоро 1000 подписчикке аз қалды, жеткізбасаңдар мен дейтін стрим жасайтын боламын. Ну, давайте видеоны соңына дейін қарап кетіңдер, ал мен көсілме видеоны бастаймын. Егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді Калининград серверіне шақырамын. Серверге кіргеннен кейін /promo деп жазып, менің ERA деген промокодымды жазатын болсаңдар, сендерге үлкен бонустар береді, осы серверде дамуға үлесін қосады. Короче, достар, семьяға машина алайын деп жатырмын. Міне көріп тұрсыңдар өздерің, Mercedes Ешка көлігі. Ну, короче, әдемі көрінеді, прям госы дейтін 11 миллион 500 мың. Ну, короче, стоит деп ойлаймын, 7 миллион 500-ге арзан бағада алайын деп жатырмын. Міне тонировкасы бар, ең бастысы нормально. 7 миллион 500-ге, пробегі 119 екен. Ну, нормально, достар, слет 5 миллион 750 мың. Ну, өзінің рыногы осындай. Ну, короче, осыны семьяға аламыз. Так, қабылдады. Все, енді түсін қызылға ауыстырып, семьяға қосып қоятын боламыз. Алдыңғы бөлімде, короче, осы машинаны крузакқа обмен жасап алдым. 4 миллион 500 мың доплата берді үстіне. Міне, оны мен қазір 1 миллион 650 мыңға сатып жібердім. Нормально, плюсқа 150 мың кеттік, в общем. Достар, семьяда шіріген Infiniti көлігі бар екен. Ну, автопаркте босқа жатыр, ешкім айдамайды. Ну, короче, бұны мен 3 миллион 100-ге сатып жатырмын. Донатмен страбы және де спорт прошивка бар. Міне 3 миллион 100-ге удачно сатып жіберді. Семьяға плюс зевер, достар, міне BMW F90 спорт прошивка страбы қызыл түсті біздің семьяның цветінде 11 миллион 200 мыңға аламыз. Все, өте әдемі бағада алып кеттік. Семьяға пополнение, достар, Урус, ё-моё, әдемі, міне көріп тұрсыңдар, страбы бар. Nitro X5 8 миллион 200 мың, ең басты арзан бағада алып жатырмыз. Пробег почти 6 мың, ничего страшного. Короче, ертең семьядағылардың бәрі айдайды, сосын пробегін одан да көбейтсек, ничего, пробегі көп болған жақсы. Ну, короче, достар, міне семьяға дерзк машина алдық. Стайлинг центрға келдім, достар. Бұл Урустың цветін ауыстыруға, міне қызыл түске ауыстырамыз 163 мыңға. Все. Енді бізге бұл Урусқа номерной знак қойымыз керек. Мынада бір российский номерной знак бар екен, но не очень ол. Біз, короче, қазір номерной знакты шешіп тастайық. Номерін шешеміз. Ой, қалай еді? Кар деп жазамыз. И снять номерной знак едет. Болды, шештік. Енді инвентарда менде бір казахский блатный номерной знак, міне 111 қоямыз. Все, енді әдемі болды. Короче, достар, сендерге қызық болсын деп біз завод Бусаеваға келдік. Енді көреміз, достар, айыратын шығармыз. Міне балдар болып, қазір тағы да балдар келеді. Но күтеміз оларды тоже. Өзіміз пока что атса тұрайық. Мына жақта бір басқа семьяның адамдар бар екен, давайте өлтіреміз. Но барынша атып атырмын, достар, стрелок емеспін. Міне біздің балдар атып келді ғой, ё-моё. Енді давайте сразу рашым. Ё-моё, мыналар афк просто так тұр ғой, боттар мынау. Просто так тұрған ше. Давай атамыз тимей атыр ғой, ё-моё. Эмеля деген скинге вообще тимейді бар ғой. Ну, болды. Опа, молодец, сека. Все, ешкім қалмады да, походу болды. Лидер сражения мы. Мына жақта Панамерадан бір бала шығалмай атыр. Давайте выгрузить етіп жіберейік. Все, міне болды. Көмектесіп жібердік. Енді ешкім жоқ, достар. Болды пока что. Пока что емес, болды, наш па уже. 30 секундтан кейін завод Бусаева аяқталады и болды. Бұл Бусаева наш болады. Все, достар, завод Бусаева наш болды. Қазір неше очкомен ұтамыз? Міне Хан Empire 1364 очкомен заводты алдық. Короче, біз вышкаға келдік, Карякино. Енді 5 баладай Карякино вышкадамыз. Ал 3-4 баладай арзамас вышкада жүр. 2 вышканы қатар алатын боламыз қазір. Ё-моё, неге адам келмейді, атыспайды десем, қазір 1 сағаттан кейін сезон аяқталады екен ғой, ё-моё. Ну, пока что бұл тренировка, достар, енді келесі сезонда өзейтін ұстайтын боламыз. Ну, көреміз, короче. Міне, достар, уже 4 секунд, 2 секунд болды, 2 вышканы қатар ұстап аламыз. Міне, көріп тұрсыңдар, все, easy. Фермаға міне келдім. Біздің балдар мына жақта жүреді. Қазір көреміз, крышасына мініп алған жақты, походу. Крышасына мініп алайық. Ну, міне біздің балдар жүр екен, молодцы. Ну, пока что ешкім келіп атқан жоқ. Қазір
атыс болса екен, тренировка жасап жатыр, келесі сезонға дайындалып дегендей. Ё-моё, ана бала біздікі ғой, нахуй бізге атып отыр. Ей, тупой, бізге атып отқаны не? Мә, қуады екен ғой. Болды достар, пока что наш ешкім келіп жатқан жоқ. Адам келсе, қазір тағы видеоны жалғастыратын боламын. Мына жақта басқа фаманың адамы жүр ғой, давай өлтіріп тастайық, асығып қалыпты. Давай бір атамыз. Оппа, ана изи. Енді пока что ешкім келіп жатқан жоқ достар. Бұл Гарель Ферман наш. Вообще ешкім келген жоқ достар. Болды, міне 2200 очкомен Гарель Ферман алып кеттік. Заводқа келдік достар, қайтадан подряд алу үшін. Ну-ка, көреміз, мына жақта адам бар екен. Оппа, ана. Давай айырамыз қазір. Біздің балдар келді ғой, мінекей. Да, ё-моё, біз талпа болып жүрік қой. Давай ішіне кіріп алайық сразу. Ну, мына жақта атып жатыр екен. Ма, хорош. Біздің балдар келді ғой. Ну, бля, мыналар дейтін бак болып шықпай қалады бар ғой. Сразу вы жасаптаймыз машинаның. И болды, давайте кеттік енді. Талпа болып жүрміз ғой, давай әртісік. Ё-моё, қырылыс, атыс болып жатыр ғой. Оппа, біреуі атамыз, минус, біреуі минус. Болды, енді біздің балдар мына жақта жүр екен. Давай тез броня алып алайын, ё-моё. Так, фамс қылады, бронямызды алып аламыз. Все. Енді бұл лидер сражение біз достар, міне. Пока что ешкім жоқ. Оппа, мына жақта біреу атып отыр. О, хорош, молодец. Изи достар, пока что ешкім жоқ, міне. Мына жақта төбесіне шығып жатыр екен ғой балдар. Давай шығып көреміз бізде. Опана, бірінші попытканы шыға алмай қалдық достар. Вообще шығып көрмеппін достар. Өмірінде бар ғой осы плеераша бірінші рет шығып жатыр, міне көріп тұрсыңдар. Мына жаққа секіреміз. Осы болатын болса да, бірақ админдер көріп қойса, сені деморганға жібереді походу. Давайте лучше бар ғой, секірейік. Опа. Өте керек емес достар, бүйтіп шықпай-ақ қойыңдар, админдер көрсе сендерді деморганға немесе тюрмаға жібереді, короче. Изи достар, завод болса наш. Ну, короче, келесі сезонды біз ұстайтын боламыз дегенде, примерно айтер дейтін топ 5-тің шамасында боламыз. Ну, көреміз, короче, менде уақыт болып жатса, семьядағы балдарды апарам ба, апармайым ба. Ну, мінекей Ханемпар 3300 очкомен бұл сайвананы да алып кеттік. Все, достар, видео аяқталды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңа рахмет. Осы видеода менің даусым жаман шығып қалуы мүмкін, өйткені мен ауырып жатыр. Мән бермеңдер достар. Если что, скоро 1000 подписчикке жетем, содан кейін стрим жасайтын боламыз бірге. Ну, алдағы уақытта еще конкурсты да аямай жасайтын боламын.